Қаныпезер әміршіл патшалық Ресей қоғамы кезінде қазақты құрту керек, мәңгүрттендіріп шоқындыру керек, ол үшін қазаққа арақ ішкізу керек деген зымиян идеясын күн тәртібіне қойған. Бұл идеяның басында орыс миссионері Остроумов тұрды. Адамның ерік жігерін құмқылатын у-дәрі осы арақ. Оны ішкен адамның басына басқа ой келмейді. Ең қиыны да сол. Есінен адасқандай мәңгіріп қалады. Қайда жұмсасаң бара беретін, не айтсаң көне беретін көмбіске айналады. Қазақты құртудың келесі тәсілі сексеуіл әдісінің авторы Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Спиранский болды. Ол патшаға қырғыз қайсақтар береке бірлігі өте мықты халық. Сыртқы жауға алдыра қоймайды, ер намысты. Олар сайын даланы осы ерліктермен қорғап қалған. Сол далада сексеуіл деген ағаш өседі. Қызуы көмірдей, балталасаң сынбайды. Тек бір-біріне соқсаң быт-шыты шығады. Біз осы әдісті қолданайық деген. Патша бұл ұсынысты қуана қарсы алып, қазақты басқаруда болыстық жүйені енгізіп кеп жіберді. Ұлы Абай бұл болыстық қызметке ұрысса орыс, елге болыс, үйден үрген итке ұқсап деп мінездеме берсе, әулие Мәшһүр Жүсіп болыс болдым дегенше орыс болдым десеңші деген екен. Осыдан кейін-ақ трайбализм дүрбелеңі белең алды. Яғни бұл сойқан терминді ойлап тапқан орыс отаршылдары Қыпшақтың биі мен байын көтеріп, оларға шен-шекпен беріп, айлық төлетті, ал арғынның биі мен байын керісінше елемей түксіз қалдырды. Осы жүйемен қалған ру басыларының да бірін әдейі көтеріп, бірін қасақана төмендетті. Ел сеңдей соғылысты. Бұл аярлықтың бәрін көзімен көрген әрі өзі де 18 жыл болыс болған Абай, мәз болады болысың арқаға ұлық қаққанша, шелтірейтіп орысың шенді шекпен жапқанша, қуанарлық қыз емес жылтырауық таққанға, көзі барлар ойының күлер көтін ашқанға, өзгелерді біз емес түсірмекші қақпанға деп жазыпты. Міне содан бастап қазақ арасында адалдық пен әділеттілік жоғалып, теңсіздік пен кемсітушілік орнады. Трайбализм дерті ұшықты, іс насырға шапты. Біз 100-ге бөлінбей 100-ден құралған халықпыз. Бөлінгенді бөрі жейді, төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді деп бір тудың түбінен табылған батыр бабаларымыздың ескертпе сөзін есімізден шығардық. Содан бітісі жаман қамысты су ішінде өрт алады. Туысы жаман адамды түйе үстінен ит қабат дегендей, сүрінбейтін жерден сүрініп, қателеспейтін жерден қателесіп, омақаса құладық. Туысқаның, достарың бәрі екі ұшты, сол себепті досыңнан дұшпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, бұл не деген заманға ісім түсті деп, зобалаңды басынан өткөрген Абай атамыздың көкірегі қарсы айырылады. Бұл жазбаны дәл бүгіндер тарқатайық. Қу тіршіліктен ұлт болашағы туралы кітап оқымақ түгілі тіпті ойлануға қолы тимей еңбектеніп жүрген қазіргі заманның қазағының негізгі бөлігімен өскелең жас ұрпағының көзі ашылсын. Ұрпағымызды кітап оқуға, қоғам дамуын, саясатты, тарихты, еліміздің болашағын зерделеуге үйретейік. Қамшының сабындай ғана қысқа өмірдің қадіріне жетейік.